Армысыздар. Назарларыңызға Атырау облыстық білім инновация лицейінің апталық қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 11 қаңтар күні Атырау қаласында іс-сапармен жүрген Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Бақтыгүл Қайыржанқызы оқу ордамыздың құрметті қонағы болды. Арнайы келген Бақтыгүл ханым лицейімізді аралап, заманауи тұрғыдан жабдықталған жаңа техникалық базамызбен танысып, ұстаздарымыздың сабақтарына қатысып, жоғары бағасын берді. Келген қонақтарымыз лицей оқушылармен арнайы кездесу барысында оқу жүйесіне енген тың жаңалықтар мен білімді жастарымыздың келешегі жайында сөз қозғап, шәкірттерімізді өткен олимпиадалық жеңістерімен құттықтады. Болашағынан зор үміт күттіретін шәкірттеріміз бір сергіп, тамаша күйге бөленді. Сонымен бірге Бақтыгүл ханым шәкірттерімізді үкімет үйінің арнайы қонағы болуға шақырды. Құрметті қонағымыз оқу ордамыздың бүгінгі жағдайына дән риза екенін айтып, қажет жағдайда көмек қолын созуға әзір екенін білдірді. Оқу ордамыздың дәстүр бойынша келген қонағымыз лицейімізге ізгі тілектерін арнап, өз қолтаңбасын қалдырды. 12 қаңтар күні лицейіміздің өзін-өзі басқару ұйымының кезекті жиналысы өтті. Бұл жиында жарты жылда атқарылған іс-шаралар толығымен баяндалып, алдағы жарты жылда атқарылатын іс-шаралар талқыланды. Өткізілетін іс-шараларды жүйеге енгізіп, лицей президенті жобаларды енгізген болатын. Қаңтардың 17-ші жұлдызында Алматы қаласында Жәутіков атындағы халықаралық пәндер олимпиадасы өткен болатын. Бұл олимпиадада да оқушыларымыз лицей намысын қорғап келді. Хайреден Айбын қол алқаға қол жеткізсе, Түлекбай Бекзат күміс алқаны қанжығаға байлады. Сонымен қатар 13 қаңтар күні лицейіміздің білім министрі Әлімжан Қуанышұлының ұйымдастыруымен 7-8 сыныптар арасында білімділер сайысы өткен болатын. Бұл сайыс басқа сайыстарға қарағанда ерекше және жоғары деңгейде өтті. Сайысты қорытындылай келе 100-ден жүйрік шауып, қарсыластарын артта қалдырған 8 А сыныбы бас жүлдені иемденген болатын. Ал 16 және 21 қаңтар аралығында лицейіміздің спорт министрі Қабидолла Мирастың ұйымдастыруымен 9, 10, 11 сыныптар арасында волейбол жарысы өтті. Бұл жарыстың негізгі мақсаты оқушыларымызды бос уақыттарында спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтына бейімдеу. Осы іс-шарамызда 21 қаңтар күні өз мәресіне жетіп, ең үздік волейбол командасын анықтап, командаларды марапаттадық. Бұл өткен 2 аптаның негізгі қорытынды жаңалықтар болатын. Студияда болған Ордабай Мадияр. Келесі кездескенше.